Бисмиллах деп бүгін сіздермен балықты осылай әдемі қуырудың бүкіл құпиясымен, техникасымен бөлісетін боламын қыздар. Дәл осылай қуырып көріңіздер. Сіздердің балықтарыңыз бір жасағаннан өте күшті шығатынына сенімдімін. Алдымен балықты өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Кез келген формада турап кессеңіздер болады қыздар. Мен осылай кішілеу етіп кесемін. Үнемі міндетті түрде кескен соң арасын бір тіліп жіберуді ұмытпаңыздар, сол кезде тұзы тез сіңеді. Бұлай егер дәл осылай кесетін болсаңыздар, сіздердің дастархандарыңызда да балықтарыңыз өте әдемі көрінеді қыздар. Сол үшін өздеріңізге керек формада кесе беріңіздер. Еще тез қуырылады. Міне осылай барлық балығымды кесіп алдым. Ал енді дәміне қарай тұз қосып, араластырып, тұздап, тұзы сіңгенше 2-3 сағатқа бетін жауып қалдырамын салқын жерге. Қыздар, егер сіздерге приправа, бұрыш ұнаса, қалауларыңызға қарай тұзбен бірге қосып араластыруларыңызға болады. Бірақ мен балық өзінің дәмін сақтағанын қалаймын, сондықтан тек қана тұздаймын. Және осындай кішігірім пиязымызды алып, дөңгелек етіп кесеміз қыздар. Жіңішке дөңгелек етіп. Себебі дастарханға балықпен бірге ұсынғандарыңызда өте әдемі көрінеді. Міне осылай кесіп шығамыз. Тұзы сіңген балығымызды алып, ұнымызға ұнатып аламыз. Қыздар, қалауларыңызға қарай кляр жасасаңыздар болады. Жұмыртқа, сарыағаш барлығын араластырып, бірақ мен өте көп балық қуыратын болғандықтан кляр маған жетпейді. Үнемі дәл осылай қуырамын, тек қана ұнға ұнатып, сіздерге де дәл осылай қуырып көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан ақ дәмі өте күшті, әрі жүректеріңіз жаулап алатынына сенімдімін. Дәл осылай әдемілеп ұнға ұнатып алып, қызып тұрған майға салып, екі жағын да алтын түстес болғанша әдемі етіп қуырып аламыз. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетініме сенімдімін. Егер видео ұнаса, лайк басып пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осылай алтын түстес болғанша әдемілеп қуырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұнға ұнатылған балықтың да клярға ұнатылып пісірген балықтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Осындай әп-әдемі болып пісіп шығады. Міне достар, жалпы біздің балығымыздың барлығы қуырылып шықты. Осындай әдемі болып, бетіне пиязымызды және аскөгімізді сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады.